Балалар, көз алдарыңа жер шарының ғажайып көрінісін елестетіп көріңдерші. Көк мұхиттар толқып жатыр. Ал жасыл материктер арал секілді жалғыз қалқып тұр. Бұл біздің ғаламшарымыз, біздің үйіміз. Бірақ ойланып көріңдерші, жер бетінің көп бөлігін не алып жатыр деп ойлайсыңдар? Су ма, әлде құрлық па? Қарап тұрсаң, мұхиттар шексіз секілді, ал материктер сол мұхиттар ортасында жайылған алып аралдар сияқты. Бір қызығы, ғалымдар айтады, егер ғарыштан қарасақ, жер шарының шамамен 70% су алып жатыр екен. Сол секілді адам денесінде де 70% су бар екен. Қандай сәйкестік? Демек, біздің планетамызды бекерге көк планета деп айтпайды. Оқушылар, қызықты дерек. Бір заманда адамдар жер тегіс деп ойлаған. Олар, егер шетіне дейін барсаң, құлап кетесің деп сенген. Сол сенімге қарамастан Христофор Колумб пен Фернан Магеллан сияқты батыл саяхатшылар теңізге шыққан. Олар жаңа материктерді ашып, мұхиттардың арасындағы шексіз әлем бар екенін дәлелдеді. Ал енді сұрақ. Неліктен материктердің пішіні әртүрлі? Африка неге жүрек пішіндес, ал Оңтүстік Америка неге орамал секілді иілген? Міне бүгін біз осы сұрақтардың жауабын бірге табамыз. Бүгінгі тақырыбымыз материктер мен мұхиттар. Біз жердің бетін картадан қарап, материктер мен мұхиттардың сырын зерттейміз. Бәлкім, сендердің араларында болашақ зерттеуші немесе саяхатшы бар шығар.